Мұның шегі бар аспаптардың қағысының бағыты екі ақ бағыт. Төмен, жоғары. Солай ғой. Ал қазақта олай емес. Қазақта көлденең қағыс. Яғни төмен, жоғары және былай кетеді. Ол жаңа мен айтып отырмын. Мына төмен қағыс емес, ол былай келетін қағыс. Оны қоңыр қағыс дейді. Қоңыр қағыстың рөлі өте зор. Мысалы айтайын. Мынау деген қоңыр қағысты кейбір күйлерді тартқанда осы қағысты қолданбасаң ол шықпайды. Мысалы айтайын. Nakımda boya çıktı, iyi çıkarttı. Көрдің бе? Araya boya çıktı. Bunlar boya. Мынау қоңыр қағыс. Balam senden para balık ağaydı. Doğruda. Мынау қоңыр қағыс деген осы қағыс. Енді бұл қағыс қазіргі кейбір күйлерде де бар. Мысалы айтайын. Деген күй бар ма? Belgisiz saldarsın. Енді одан кейінгі дыбыс бар ғой. Ол өте зарлы болу үшін маған қандайын білдірмей. Былай бүйтіп емес. Бүйтіп соғып қалатын. Murat. Şeydir. Осындай мына қоңыр қағыс деген ол көп түрде кездеседі. Мысалы мына осы бағыттан келетін осы қоңырды қолданбасақ, мынауын жай ғана мынандай дұрыс болып шығарады. Кәдімгі қағыс деген сияқты ғой. Сондықтан мұндай қағыстарды сендер зерттеңдер. Біз білмеген нәрсе сол кетті сәбір. Соны сендер білу керек. Сендер зерттеңдер, табыңдар болсын. Мына саусақ жоғары. Одан кейін мына оң қолдың қағысы ғой. Енді сол қолдың қағысы деген бар. Мына сол қол бар ғой, тек қана басуы үшін емес. Бұнымен де бүйтіп отыратын қағыстар өте көп. Тойдың несін қатып, настроение көтеру керек. Salkırıyorum. Мына жақтың қағысы, Ya basıp kadından. мынаның қағысы деген өте керек. Мысалы басудың өзін мен қайран қалдым, кейін білдім мен осы. Кәдімгідей тісін сарғайып, қартая бастағанда. Мынау басар оң басу деген болады екен, оң басу деген мынандай. Бұл Маңғыстаудың күйлерінде көп кездеседі ғой. Бір саусақпен оң басу. Теріс басу деген бар. Бұл клиниктен келмесін, да? Жаңылып баштады. Теріс басу деген бар. Мына басудың өзі, басар саусақтың өзінің біздің өзіміздің қазақта терминологиялар бар екен. Оны біз аңғармаймыз. Біздің миымыздың бәрі сол жаңа музыка теориясының деңгейімен кетіп қалды. Ұлттық терминологияны көбінесе байқамай қалады. Сол сияқты қағыстардың, басу қағыстардың, сол қолдағы қағыстардың, сол қолдағы басар әдістердің бәрінің өзінің аттары бар. Мысалы жаңа тік басу деген бар. Баяғыдан бері. Дегенде мысалы деген басу мынау. Кәдімгі тік басу әдіс. Енді бұның оны десең анандай әсер шықпайды. Әрине сол дұрыс шығады бүйтсең. Бірақ қарашы.
сияқтыны басудың да үлкен бір нелері бар. Қыздар, жігіттер. солардың бәрін зерттеңдер. Ағайды Қаратауға қатысты